Бадам өзенінің жағалауын жөндеу және демалыс орнын салу 2013 жылы басталған болатын. Тапсырыс беруші Шымкент қаласының құрылыс бөлімі. Жобаға облыс бюджетінен 2 миллиард теңгеге жуық қаржы қарастырылған еді. Сол кездің өзінде жергілікті халық бөлінген ақшаның көлеміне өз наразылықтарын білдірген болатын. Журналистикалық зерттеу жүргізу барысында анықталғаны осы: құрылысқа жауапты мердігер мекеме болып, Сервис-Строй 7 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тағайындалған. Оның сол кездегі иелерінің бірі мемлекеттік қызметкер Күмісбек Орашев. Ол әр кездері облыстағы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары, сондай-ақ облыстық құрылыс басқармасын басқарған, облыс мәслихатының депутаты болған. Ал қыруар қаржы бөлініп, қаланың кіреберісіндегі ең әсем демалыс орындарының бірі болады деген Бадам өзенінің жағалауы дәл қазір мынандай күйде. Ғаламторда аты жөнін жасырын ұстаған азамат дәл осы іске қатысты пікір білдірген. Оның сөзіне сенсек, облыстық құрылыс басқармасының басшысы болған Күмісбек Орашев мырзаның кезінде мемлекеттік сатып алуды Строй Сервис 7 серіктестігі жеңіп алып отырған. Ал антикоррупциялық бюро таратқан ресми ақпаратта экс-шенеунік және компания үлескерлері 170 миллион теңге жымқырғанын мойындаған. Ұсталғандар бюджетке 50 миллион теңгені кері қайтарып, кепілақымен босатылды. Қазір осыге қатысты тек Шымкент қалалық құрылыс бөлімінің басшысы Еркін Бұқарбаев қана қамауға алынған. Сондай-ақ ол бұдан өзге құны 11 миллиард теңгені құрайтын Шымкент Сити жобасына жетекшілік еткен. Ал қалған қатысушылардың кінәлі кінәсіз екені ұлттық антикоррупциялық бюроның тексерісінен кейін белгілі болмақ. Нұрсұлтан Тұрысбеков, Мұрат Адинаев, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.